карта арам болады. Негізді енді ол біреулер рұқсат бергенменен. Мен сол өткенде біреуге болады деп сол қате айтқан екенмін. Негізі карта болмайды. Себебі өзі өткен, мысалы, бір картаның ішінде пәлен қағаз тұрса, сол қағаздың қайсысы сізге тиетінін білмейсіз. Сол үшін сол жерде сол қағаз тартылған адамның бәрі тең дәрежеде отырмайды. Мысалы, шахмат ойыны қай жермен адал? Екі жақтың адамы да тең отырады, дұрыс па? Тең отырады, әділдік бар. Бүкіл фигуралары, басқалар бәрі тең болады. Тақта анық. Бұл жерде ешкім еш нәрсені жасырып бүйтіп қолының астында не бар деп айтпайды еш нәрсені, дұрыс па? Анық. Бұл жерде ақыл керек, ойдың жүйріктігі, есептің жүйріктігі керек, болды, айла керек. Бильярдта да сондай. Ол жерде ұрудың әдісі, жаңағы сол ұру өнері керек. Есеп керек ол жерде де. Ой, есеп, сондай нәрселер керек. Бұндай ойындарға, яғни арам араласпаған ойындарға бірнеше шарттар бар. Біріншісі, бауырлар, ақшаға ойналынбайды. Ақша емес, интерес деп айтайықшы қарапайым тілде. Әр қандай да бір, енді орыс тілінде айтты демеңіздер, әр қандай да бір қызығуға ойналмайды, интереске ойналмайды. Яғни, мен үйтсең, жеңіліп қалсаң бүйтесің, жеңіліп қалсаң бүйтесің деген нәрсе болмайды. Ол құмар болып саналады. Түсінікті ғой. Бұлай достық ретінде ойнасаңыз болады. Оның шарттары бар. Намаздан, білім алудан, дүниелік ақыреттік тірліктен сізді тоспау керек. Дүниелік ақыреттік тірліктен. Мысал дейік, мамаңыздың айтқанын істемей жүгіріп келіп бильярдқа тығылу болмайды. Әкеңіздің айтқанынан қашып келіп бильярдныйда жүруіңізге болмайды деген сияқты. Немесе ана бір адамдар сияқты жаңалдегі бүкіл түнінің бәрін, немесе намазының бәрін сол бильярдтың басында жоқ қылып жіберіп отыруға да болмайды. Біреулер шахматқа қызыққаннан намазын қаза қылатындары бар. Ол да болмайды. Сол үшін дүниелік ақыреттік тірлігіңізге әсер етуіне болмайды. Бұл ләху, бекершілік. Ал ләху істер анық харамдығы көрінбесе мубах болып саналады. Яғни рұқсат етілген істер болып саналады, бірақ оның шарты бар. Ақыреттік, дүниелік іске кедергісін жасамауы керек.